Қайырлы кеш достар, біздің каналымызға тағы да қош келдіңіздер. Отбасылық ойында сериясы бойынша біз бүгін тағы бір ойын түсіреміз. Бұл ойынды балалармен бірге ойнауға болады. Өте қызықты ойын. Яғни бұнда берілетін тапсырма мынандай шағын кішкене конфеттерді мына стакандарға салу керек. Біз Бекарыс пен Кәусарға 1 минут уақыт беріп тұрмыз. 1 минут уақыттың ішінде қанша конфет салып үлгереді екен, соны біз қазір санайтын боламыз. Ал дайынбыз ба? Қазір 1, 2, 3 кетті. Давай. Ай, түсірмейміз. Молодцы, жарайсың. 18 секундымыз қалды. Жарайсыңдар. Ал Кәусар, давай, көтер. Басқасын ала бер. Көтереміз. Жарайсың, Бекарыс, Кәусар. Ағасы мен қарындасы жарысып жатыр. 4 секунд, 3, 1. Уақыт болды. Ал. Жарайсыңдар. Енді ортамыздағы конфетімізді сыртына төгіп, қанша қалды екен санаймыз. Кәусар қанша, Бекарыс қанша? Кеттік. 16. Кәусарда 16 конфет. 21. Бекарыста 21. Құттықтаймыз. Бүгінгі жеңіп алған конфеттер өздеріңізге сыйлыққа беріледі. Осымен біздің ойынымыз аяқталды. Бұл ойын ептілікке, шапшаңдыққа, жылдамдыққа арналған. Содан кейін әркім өзінің еңбектеніп ұтып алған конфеттерін не істеу керек? Жеу керек. Сондықтан да сіздерге көп ойынға қатысқандарыңызға рахмет. Үйде балаларыңызбен бірге, отбасыңызбен бірге, туған күн балаларыңыздың бірге ойнауға болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.